Өңіріміздегі мемлекеттік қызметкерлер саны тағы 9 жас маманмен толықты. Олар Қазақстан Республикасы Конституциясы мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына орай ант қабылдады. Мемлекеттік қызмет әкімшілік құқықтың құрамдас бір бөлігі және әр қызметкерден елге адал еңбек етуді талап етеді. Тиісті сыннан сүрінбей өтіп, қажетті тестті абыроймен тапсырған 9 жас маман жаңа қызметке кірісуге даяр. Олар елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бекіткен тәртіппен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңына сәйкес ел конституциясы мен заңнамасын сақтауға, халыққа адал да біліктілікпен қызмет етуге ант берді. Солардың бірі Айнұр Жақсыбаева 2007 жылдан бастап облыс әкім аппаратында нұсқаушы қызметін атқарған. Қазір бір ай мен жетекші маман ретінде облыс әкімінің аппаратында жұмыс істеп жатырмын. Тестті бір рет тапсырдым, балдардан бәрін жинап өттім. Қиын болды, бірақ заңды жақсы оқысаңыздар түсінікті болады. Маған қойылған міндеттерді абыроймен атқарамын. Мереке қарсаңында мемлекеттік қызметке қабылданған жас мамандар жиналғандар алдында ант беріп, әнұран шырқады. Осылайша Б корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметіне қабылданды. Бұл күн жас мамандармен қатар аталмыш салада бірнеше жыл еңбек етіп келе жатқандар үшін де маңызды болды. Соңғылары шара барысында Қазақстан Конституциясына 20 жыл төсбелгісімен марапатталды. Получить значок в канун 20-летия нашей. Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы қарсаңында мынандай төсбелгімен марапатталғаныма қуаныштымын. Бұл мен үшін күтпеген жайт болды. Менің мемлекеттік қызметте істеп жүргеніме 40 жылдан асты. Ешқашан өз ісіме бейжай қараған емеспін. Қызметімнің жауапты екенін жақсы түсінемін. Әрине бүгінгідей ант қабылдап қатарымызға қосылып жатқан жас мамандарға қолымыздан келгенше көмектесуге тырысамыз. Шара барысында сөз алған Светлана Зайцева алдағы уақытта мемлекеттік қызметкерлерге жүктелетін міндет пен талаптың күшейтілетініне тоқталды. Бұл сала нағыз мамандарды талап етеді, сәйкесінше іріктеуде күшейтілмек. Фариза Жазитова, Анатолий Беланок, ақпарат.